Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге тарыдан жасалатын шайды бірге дайындайтын боламыз. Бұл шайдың адам ағзасына өте пайдасы мол, яғни В дәрумендеріне мол болып келеді екен. Әсіресе босанған әйелдер ішсе, белінің тез қатаюына көмектесіп, сүтіні көбейтіп, қоюлатады екен. Енді осы шайды менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ыдысымызды осылай газге қойып, қыздырып алдым. Оның үстінен қойдың майын салып, осылай ерігенше араластыратын боламыз. Яғни сұйық болып осылай майы шығуы қажет. Енді біз осылай қатқан бөліктерін бөлек алып алатын боламыз. Майымыздың үстінен ұнымызды салып, жақсылап сары түске кіргенше қуыратын боламыз. Менде төменде описанияда барлығының грамдары жазылған. Міне осылай мен сарғыш түске кіргенше қуырдым. Енді оның үстінен сүтімді құйып жіберетін боламын. Сүт құйып болған соң, мен осылай тарымды жуып, тазалап алдым. Енді тарымызды саламыз. Және жақсылап араластырып, үстінен мен 2 науат салып жіберетін боламын. Міне осылай науатымды салдым. Енді 2-3 минуттай осылай төмен отта қайнататын боламыз. 2-3 минуттан соң мен үстіне ыстық қайнаған су құямын және ыстық қара шай құямын. Яғни кәдімгі шайды осылай демдеп алдым. Және жаңағы сүзіп осылай құйып жіберетін боламыз. Енді барлығыны бірге жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай ірткі болмауы қажет. Енді бір осылай қайнап шығуы қажет. Осылай бір қайнап шыққан соң, газымыздың астына өшіретін боламыз және шайнекке сүзіп аламыз. Міне, біздің шайымыз дайын болды. Енді шайнегімізге осылай сүзгішпен сүзіп алыңыздар. Міне осылай сүзіп, қалған қоюыны ыдысымызға салып аламыз. Қоюы кәдімгі тары, яғни каша ретінде жесеңіздер өте дәмді болып келеді. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым рецепттерді қазақ тілінде таба аласыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.